Здравствуйте. 1 января 23-го. Барлығына сәлем. 23 жылдың 1 қаңтары. Осы жылдың бірінші уағызы барлығын жаңа жылмен құттықтаймын келген жаңа жылмен. Онда көп жақсылық пен көп жамандық болатынын білемін деп үміттенемін. Бұл болып тұрады. В нем будет много хорошего и много плохого. Так бывает всегда. Әрқашан бір жыл бәрі жақсы бола бермейді. Нағыз жетістіктер, проблемалар бар жерде пайда болады. Настоящие прорывы, они получаются там, где есть проблемы. Жетістіктер әрқашан проблемалармен келеді, сондықтан проблемалар мен жетістіктер бізде. Бәрі жақсы болады, Құдайға шүкір, бізге жай ғана керек. Слава Богу, нам нужно просто держаться за Иисуса. Иса Мәсіхті ұстану керек, және бұл бәріміз үшін Иса Мәсіхті ұстану керек жарайды бүгінгі. Это все. Держаться за Иисуса Христа. Ладно, давайте сегодняшний... Уағыз кімге? Бұл уағыз керек, және кімге? Мүлдем қажет емес біреуге керек шығар. Эту проповедь вообще она нужна. А кому вообще не нужна? Кому-то, может быть, вообще... Бүт вообще мен бірден ескертемін. Адамдар қиналмасын, тыңдамасын, егер адам шіркеуде болса, және оның онда. Бәрі жақсы, тәтті. Оған ұнайды, оның пасторы жақсы. Ол мұның Библияға толық сәйкестігін көреді, жақсы. Не бар? Библияда ол шіркеуде көреді. Бұл адамдарға келесізді тіпті қарамауға, бірден тыңдамауға, өйткені. Шабуыл жасамау бұл сәбилік кезеңнен бұрын барлығының өз уақыты бар, жақсы. Ол адамдар көреді. Христиан әлемінде шіркеуде болып жатқан сәйкессіздік және Құдай көзін ашып өсті. Ол қазірдің өзінде. Бірдеңе дұрыс емес екенін түсіне бастайды. Бәрі бір жаққа кетпейді. Қалайды. Bir түрлі нәрселер, міне, бұл адамдарға уағыз керек, әсіресе кім шіркеуде қандайда бір құйынға түсіп қалған шығар, біздің топтағы адамдар сияқты. Қабылданды, қызмет етті. Содан кейін жай ғана оларды сол жерден лақтырып тастайды. Олар бір уақытқа жалғыз қалады. Міне, осында адамдарда не болып жатқанын толық түсінбеушілік болады. Мен де солай болады. Сондықтан мен сөйлесім келеді. Осы нәрселер туралы неліктен бәрі ақыр соңында солай болады. Және бұл адамдарға не істеу керек, және мұның бәріне қалай қарау керек. Бүкіл осы процестерге Құдайдың көзімен қарау керек. Міне, бүгін көрсететін көзқарас, әрине, менің көзқарасым, әрине, менікі, бірақ ол. Киелі кітапқа негізделген, бұл 100% киелі кітапқа негізделген. Өйткені біз киелі кітапты қарайтын боламыз, бірақ. Мен білмеймін, бұл жерде жаңа ештеңе жоқ шығар, бірақ көбінесе негізделмеймін. Самой букве проповедь негіздеу образдарда, белгілерде, библиялық символдарда, олар Библияда бар олардың. Көруді үйрену керек, жалпы Библия бізге әріптен гөрі көбірек символдармен айтады. Бірдеңе әңгімелейді, біз әріптермен тарихты көріп тұрғанда, және не нәрсенің барлық көлемін түсінбейміз. Библияда мына біз Библияны белгілермен көре бастағанда, айыра бастағанда, бізге көбірек нәрсе ашылады. Бірақ барлығының өз уақыты бар, және бүгін біз белгілермен көретін болсақ, мысалы, біреу көреді, бірақ тағы бір 2 жыл өтеді. Және біз осы белгілермен әлдеқайда көп нәрсені көреміз. Өйткені менің алдыңғы аяндарымның барлығы дерлік мен қазір алатындарға сияды. Олар сияды, олар ішінде, бірақ олар әлдеқайда аз болды. Айталық, маған бұл библиялық көрініс соншалықты ашық болмады, шіркеудің библиялық көрінісі. Маған соншалықты түсінікті болмады, бірақ мен бірдеңені көрдім, бірдеңені түсіндім. Бірақ кейбіреулер үшін, әрине, бұл. Сондықтан менің барлық алдыңғы аяндарымды мен алдым, олар негізінен қазіргі нәрсеге сәйкес келеді, олар ішінде, бірақ олар әлдеқайда кішірек болды, сондықтан ол маған соншалықты ашық болмады. Библиялық көрініс көру жасы ол ешқашан келмейді, жарайды. Негізінен бәріне Құдайға шүкір, кім тыңдауды шештіру. Кімнің қызығушылығы бар, сонда мұқият болыңыздар. Білесіздер ме, міне, біреу маған уағыз жазып жатыр. Бір апта бойы менің уағызымды тыңдайды. Біреу әр сөйлем сайын тоқтап, ойланады, ол айтады, жарайды. Бірақ әрбір сөйлем туралы ойланатын нәрсе бар, яғни кез келген тәсіл жарайды, бірақ яғни. Аздап миымды қозғауға тура келеді, жарайды. Онда бүгін уағызды бастайық, мен оны ұзақ деп атадым мен. Атауымен 2 жол азаптадым. Жалған түпнұсқалар деген ат болды. Тағы да атауы болды. Қандай да бір атау болды. Және ең соңында мен оны оқып болған кезде, ол дайын болған кезде. Мен түсіндім, міне, мұна атау қанша тұрады, нағыз болумен оның нағыз екенін түсіндім. Бірақ олай емес.
Мен түсіндім, ал мынау уағыз ол нағыздың бағасы бар екенін, және нағыз нәрсе қалайда бір түрде көрінетінін айтады. Міне. Біз осыған жетуге тырысамыз, нағызға жетуге музыка. Бәрібір міне, осы суретті нағыз шіркеудің, адамдағы нағыз мәсіхшіл рухтың, адамдағы Құдай рухының суретін көру. Себебі бүгін көп адамдар интернетте не болып жатқанын қараңыз, иә, бәрі өздерін пайғамбар деп жариялайды, бәрі біледі. Құдай туралы бәрі әртүрлі айтады, және көбінесе бұл ешқандай сәйкес келмейді. Библиялық суреттің көріністері делік, сондықтан қазір қарайық, бірақ білмеймін, біздің бағымызға жарай ма. Будем смотреть вот сейчас. Но там так, я не знаю, повезло в кавычках. Тырнақшада біз жалған ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Тіпті өз экономикасын көтерген мемлекет те бар. Свою экономику подняли на подделках. Жалған жасау арқылы іс жүзінде барлығын жалған нұсқада табуға болады. Сіз нағыз нәрсені таба аласыз, егер ол жақсы болса, онда сіз. Оған жалған жасауға болады, бірақ ешкім онымен күресуге тырыспайды. Бәрі жалғандарды қуана пайдаланады. Олар арзанырақ, қытайлық Apple сияқты, бәрі әлдеқайда арзан негізінен. Бірақ сіздің түріңіз өте жақсы болуы мүмкін, яғни бәрі де осы брендтің түпнұсқа заттарды пайдалануына риза, бұл қымбат. Байлар брендтерді пайдаланады, кедейлер осы брендтердің көшірмелерін пайдаланады, және ең ұлысы, білесің бе, яғни ең ұлысы, мүмкін, көшірмесі дүние жүзінде жасалған бүгінгі күнге дейінгі көшірмесі. Шіркеудің көшірмесі, мысалы, дін, Құдай пайғамбарларды пайдаланады, иә, шайтан бірден жалған пайғамбарлардың көшірмесін жасайды. Адамдарды шатастыру үшін міне пайғамбар бар, және бірден жалған пайғамбарлар бар. Бұл оның әдісі бір нәрсені қатар іске қосу, бір нәрсені іске қосу. Ұқсас, бірақ басқа рухта емес, ал пайғамбарлар өте сенімді түрде айталады, тіпті айтайын ба. Лжепророки, они могут говорить, очень убедительно. Я даже скажу, көптеген, бірақ жалған пайғамбарларға сену үшін емес, егер бірден жазылса, пайғамбар болу керек. Кім оның артынан барады, яғни бәрі өте сенімді болады. Неліктен бұлай, міне осы әдіс. Шайтанның әдісі. Себебі ол өзі де қолдан жасалған. Яғни ол шынайы херувим, шынайы қорғаушы херувим болған, бірақ оның мақтанышы оны Құдайдың қолдан жасалған нұсқасына айналдырды. Яғни ол Құдай болғысы келді, және әрине оған бұл нәсіп болмады, бірақ жерге құлатылды. Иә, ол осы дүниенің Құдайына айналды. Міне, біз бүгін осы дүниенің жүйесі деп атаймыз. Ол соның ішінде Құдай болып табылады. Киелі кітапта бүкіл билік оған осы жерде берілген делінген. Міне осы дүниелік билік. Құдай қалдырған дүниедегі жалғыз қарсылық бұл шіркеу. Бұл Құдайдың жердегі тірегі, барлығы. Қалғаны бүгінде шайтанға тиесілі, әрине, оған ештеңе тиесілі емес, барлығы Құдайға тиесілі, бірақ міне. Біз қазір өмір сүріп жатқан уақытта барлығы шайтанға тиесілі, міне, жалғыз нәрсе, оған тиесілі емес. Бұл шіркеуге тиесілі. Сондықтан оның барлық шабуылы, барлық күш-жігері, ол сындыру керек, ол мынаны сындыру керек. Құдайдың платформасы, әлемдегі Інжіл платформасы, бұл шіркеу, бұл Құдайдың қатысу орны, бұл Құдайдың құрбандық үстелі, бұл Құдай. Шіркеуде әлемде Құдайдың көрінісі, Құдайға көрінуге мүмкіндік беретін нәрсе бұл шіркеу, ал шайтан не істейді, ол істеу керек. Міне онымен күресуге, ол қалай қазір біз оның қалай күресетінін шешеміз онымен. Яғни оның қалай білесің, байқайсың тағдыры қандай, оның өмір баяны ол князьдан херувимге дейін князьдан ішінде болған сияқты. Батпаққа ал қазір батпақта бола тұра ол князь екенін дәлелдейді. Қалай міне оған осыны істеуге тура келеді. Жасауға оның сол сияқты князь екенін, бірақ ол батпақтан бері, сондықтан бүгін бәрі жасалады. Жасауға бәрі тіпті христианды қолдан жасауды әрқашан түпнұсқаға мүмкіндігінше ұқсас етуге тырысады. Оны ажырату қиын болу үшін. Ажырату оңай болса, онда жалпы қолдан жасаумен айналысудың мәні жоқ. Бұл қолдан жасау емес, бұл басқа нәрсе.
Біз рухани жалған нәрселерден нағызды ажырата алуымыз үшін міне киелі кітап бізге осындай суреттерді немесе символдарды бағдарлау үшін бүгін міне біз символдар тілінде екі жүйені немесе екі қызмет ету жолын түсінуге тырысамыз. Шіркеуде міне бірден алып көрейік ұлы бұл екі рухани қызмет ету жүйесі және ол құрбандық шалды және бұл құрбандық шалды. Яғни басынан бастап музыка адамзат ең басында екі алғашқы. Адамдардың бірі Адам мен Хауаның алғашқы ұлдарының бірі олар Құдайға қызмет ете бастайды. Олардың екеуі де Құдайға қызмет етеді. Бұл қызмет ету жүйесі. Бұл жай ғана олар құрбандық үстелдерін қойып жатқан жоқ. Яғни бұл Құдайға қызмет ету. Бірақ Құдай бір құрбандықты қабылдайды, ал екіншісін қабылдамайды және міне бұл бөліну болған және әрқашан болады. Құдайға қызмет ету бар жерде қатар қызмет ету болады. Құдай қабылдамайтын қолдан жасалғандар, бірақ біз бұл туралы білмеуіміз де мүмкін. Біз бұл туралы білмеуіміз де мүмкін. Қабылдың өзі. Мүмкін, әрине, ол көрді, бірақ біз мұны көре алмауымыз мүмкін. Сондықтан бізге Құдайдың қабылдың құрбандығына қалай қарағаны туралы жазылмаған. Біз олардың мұны әкелгенін көрдік және сырттан түсіну мүмкін емес. Өйткені киелі кітап бізге бұл туралы сипаттамайды. Құдайдың құрбандыққа қалай қарағаны және менің ойымша бұл жағынан сырттан көрінбеуі мүмкін. Бірақ Құдай мұны көреді және қабыл мұны байқаған сияқты. Ол мұны түсінді, бірақ әрі қарай қозғала аламыз. Екі рухани жүйені алайық, бұл Исаақ пен Жақып. Міне олар бір құбырда болды, бірақ әртүрлі рухани құндылықтардан келіспеді. Бір жатырда бір әкеден, бір анадан екі ұл бір жатырда жатыр. Бірақ олар ымырасыз жаулар және Құдаймен біреуін жақсы көрдім, екіншісін жек көрдім дейді. Бәрі адамдарда құндылықтардың айырмашылығы неде? Яғни олардың құндылықтары ешқашан әртүрлі болған жоқ. Бұл қалай? Құдай шешеді. Шынымды айтсам, білмеймін бұл сәтті, бірақ біз үшін әрқашан болатынын түсіну керек. Міне осы екі жүйе, міне киелі кітаптың символдар тілі әрқашан солай дейді. Осы екі жүйе, міне киелі кітаптың символдар тілі әрқашан солай дейді. Әйел бұл шіркеу библиялық символдар тілінде әйел бұл шіркеу. Яғни жатыр, міне шіркеуде Сава мен Жақыптың осы екі қызметі бар. Олардың екеуі де бір жатырда. Бір жатырда туылады. Содан кейін олар ажырайды. Содан кейін олардың жолдары ажырайды және олар тіпті қашан. Жақыпта туыласты, салды байқадыңыз ба? Ол сенің артыңнан келе жатқанымда басқа жаққа кетеді. Мен жақсы әрекет еттім ме? Жоқ па? Білмеймін. Жай ғана одан не алатынымды түсінемін. Мен одан рух пен тәннің. Бірге тұрмайтынын аламын. Олардың әрқашан қақтығысы болады, олар кетуге мәжбүр болады олар. Айырылысуға тура келеді және бұл қандай да бір қақтығыс болды. Біраз уақыт күрес, бірақ рух әрқашан шетке кетеді. Тән ол осы мүлікке қоныстанады, солай Исаақ әкесінің мүлкіне қоныстанды, бәріне қалай алды бұл бірақ. Жақып шетке кетті және ауыр жолмен міне өзінің қолында болған нәрсені сатып алды және міне бұл яғни оның негіздері және Сава олар әкесінің мүлкінің нақты платформасында тұрды. Оның бәрі болды. Жақсы, ал Жақып ештеңеге тұрмады. Ол бір бөтелке маймен кетті. Ол Құдайларға тұрды және міне осы құрылыс. Жақып оның Құдайға қызмет ету жүйесі. Бұл әлдеқайда қиын, бірақ ыңғайсыз делік ол тоңдым дейді. Онда күнде лавана қуырылды. Ол 7 жыл бір қалыңдық үшін, 7 жыл екіншісі үшін ауыр жұмыс алдаумен жұмыс істеді. Тұрақты, бірақ Құдай айтады, міне мен осыны сүйдім, міне мен осыны сүйдім, міне мен осыны жек көрдім, бірақ солай көрінеді. Міне, біздің Құдайымыз осылай қарайды, неліктен құндылықтар әртүрлі, бірақ киелі кітап айтатын нәрсе, егер біз әрі қарай жүретін болсақ, біз әлі де әрине бірақ мыналарды бөліп көрсете аламыз. Христос бар ма?
если мы дальше будем идти, мы можем еще, конечно, выделять вот эти два... Израильдің ішіндегі, шіркеудің ішіндегі екі рух, біз солай жүре береміз. Міне, жарайды екі рухты қарастырыңыздар, бірақ біз қазір. Рассматривая эти два духа. Мы вот сейчас... Кәнес көрейік, иә, соңында мәсіх бар, антихрист бар, міне, олар тағы да осы екі рух мәсіх пен антихрист. Опять, эти два духа, Христос и антихрист. Және антихристің осы әлемге келетінін, және оның базарда бір жерде отырмайтынын ескеріңіз. Иә, Кремльде емес. Ол онда ақ үйде отырмайды, ол отырады, ол ғибадатханада отырады, яғни бұл бірінші кезекте. Рухани жүйе рухани, яғни Құдайдың орнын алады, және міне, мұнда да бір нәрсе болып жатыр. И вот что происходит здесь? Вот тоже одна система... Нағыз жүйе, ал екіншісі оған айналуға тырысады, өзін нағыз етіп көрсетуге. Ғибадатханада отыруға, яғни антихристтің өзі отырады. То есть антихрист, он сам сядет в храме. Ғибадатханада өзін Құдай ретінде көрсетеді, өзін Құдай ретінде көрсетеді. Представить себя Богом, будет представлять себя Богом. Қазір мен бағдарлайын, яғни қайтадан екі жүйе, біреуі нағыз, біреуі жалған, біреуі. Жалған. Оның үстіне бір жалған, екіншісіне жалған, және бұл рухани, бұл шайтан, ол жалған Құдай сияқты. Ол табылады. Иә, ол өзінің жалғандарын бізге енгізіп, оның Құдай екенін дәлелдеуге тырысады, және мәсіхті отырғызады. Иә. Міне, жылжуы, бірі інжілдік белгілердің немесе символдардың бірі, біз үшін бағдарлау үшін біз. Қазір біз көру үшін аламыз, бұл ескі өсиетте жатыр. Иә, киелі кітап Дәуіттің жолы туралы жиі айтады. Міне, біреуі. Белгімен бұл суретті Дәуіттің жолы деп атар едім. Дәуіттің жолы, яғни киелі кітап жүрген жолдармен жүрді дейді. Дәуіт туралы қандай да бір патшалар туралы айтылған Айасофате 2 Помидон 17 тарау 3 аят Айасофатех Дәуіттің жолымен жүрді. 2 Паралипоменон 34 тарау 2 аятта Иоси Дәуіттің барлық жолымен жүрді деп жазылған, біреу туралы ерте жолдармен жүрді деп жазылған. Дәуіт бұл жалпы жоғары деңгейлі Дәуіттің ерте жолдарымен адам жүрді, олардың бірі туралы дәл есімде жоқ, қазір айта алмаймын, бірақ бір жерде інжілде Дәуіттің ерте жолдарымен жүрді. Ол нағыздың осы шаблоны Құдай Дәуіттің жолын көрсетті. Міне, шаблон, міне белгі екеуінде қолданамыз. Сәйкес келмейді, Дәуіттің жолымен жүрмейді, бәрі, яғни мақұлданған сапа белгісі бар. Дәуіттің жолымен жүрмейді, бәрі, яғни мақұлданған сапа белгісі бар. Бұл Құдайдың Дәуіттің жолдары екенін білеміз, бірақ бұл Құдай айтқан жол ма? Жүрегімдегі ер адам, оның жолдары маған ұнайды, жүрегі оған ұнамайды. Бірақ Құдай бәрімен келісе бермейді, әрине, оның болған. Күнәлары болды, сәтсіздіктері болды, өте ауыр күнәлар, өте ауыр сәтсіздіктер, оның күнәлары мен сәтсіздіктеріне дейін. Жарайды. Бәрімізде ал шығармыз, тіпті ең жаман христиандарда, біздің христиандардың арасында Дәуітке жете алмаймыз. Дәуіт одан да жаман болды, Дәуіт әлдеқайда жаман болды, бірақ Құдай айтады, міне бұл жолдар маған ұнайды, ол былай дегісі келмейді, бірақ ол былай. Дәл осыны атап өтті, бірақ Дәуітте бұл болды, және Құдай оны осы үшін қабылдамайды. Ол Дәуітте Құдай үшін бірдеңе болғанын айтады. Оны қабылдады, ол онымен жұмыс істеді, жазалады, жазадан өтті, бірақ жалпы Дәуіттің жолы, бірақ оны Құдай мақұлдады. Яғни, бұл нені білдіреді? Егер біздің жолымыз Дәуіттің жолы болса, онда бұл біздің барлық жерде жақсы болатынымызды білдірмейді. Егер біз ешқашан еш жерде сәтсіздікке ұшырамайтынымызды, біздің күнәдан стерилді екенімізді білдірмейді. Міне осындай стерилдік. Медициналық күнәлардан жоқ, ол былай жазылмаған, яғни Дәуіт адам болған тек Иса ғана. Адамдармен бұлай болмайды, міне Дәуіттің бір суреті. Сонымен қатар киелі кітап басқа патшаны егжей-тегжейлі сипаттайды, басқа сурет және бізге басқа белгі береді, бұл патшаның жолы және Равама, яғни Дәуіттің жолымен жүрді, Еравамның жолымен жүрді. Бұл екі қарама қарсылық, Равама жолы және жол.
Дәуіт Рава деген кім, бірақ оны ешкім есіне алмады, ешкім есіне түсірмеді. Бұл солтүстік патшалықтың бірінші патшасы. Исраил ыдырағаннан кейін бұл туралы киелі кітапта айтылады. Иә, бұл Соломон патшалықты бөлген кезде. Құқықтар, иә, 10 ру бөлініп, 10 ру Рувамадан кетеді. Сонда патша Ирава мен Иерова отырады. Там садится царь Иеровоам и Еровоам. Соломон бір кездері өлтірмек болған. Ол Мысырға қашып кетіп, сол жерден Мысырдың заттарын іліп әкетті. Сосын келіп отырды. Таққа, бірақ мен болмаймын. Кім осы тарихты білгісі келсе, мұқият және толығырақ оқып шығыңыз. Бізге не маңызды, Құдайда Еревамның жолдары бар, басқа сурет бар деп айтады. Вот есть пути Иеровоама, есть другая картинка. Және Құдай бізге де шаблон үшін береді. Иә, ол Наваттың ұлы Равамның жолымен жүрді. 3-ші патшалық 1626. Аша аласыз, яғни Құдай бізге де осы шаблондағы Равама сияқты береді. Бірақ енді Құдай мақұлдаған жоқ. Керісінше, Амбрия деген патша болды. Міне ол Ирлам жолымен жүрді деп жазылған. Яғни бұл суреттің үстіне салынады. Шаблонның үстіне салынады. Дәліне дәл келеді. Дәл ол Идің жолымен жүрді. Натоның ұлы Рама және оның барлық күнәларында ол Исраилдің Құдайын тұттармен таныстыру үшін Исраилді күнәға батырды. Өзінің, яғни міне осы 3-ші патшалық 1626 жазылған, міне осы патша туралы ол толығымен сәйкес келді. Әміри толығымен сәйкес келді, және міне екі қарама қарсы суретті Құдай береді үшін. Біз түсіндік, біз онда немесе мұнда қосыла алдық және көрдік, немесе бірдеңе қоса алдық, бірақ мен біреуге емес. Бірақ өзіне қосылуға кеңес беремін. Әрине, өйткені біреуге қосылып қателесуге болады. Бірақ бірдеңе көруге болады. Сондықтан бұл 100%-дық емес. Әрине, Давид жолдарымен қосылған шаблонмен бөлісуге болады. Оның бәрін қызметінен алуға болмайды, бірақ олай емес. Шықпайды, бірақ бірдеңе түсінуге біз қазір бәрібір қабілеттіміз. Және Давид қараңыз, және Давид Иера сізге бұл. Екі рухани жүйе, Құдайдың халқында бір Израильде екі рухани жүйе бар. Мен бүгін бірден қараймын. Менің мұнда не айтқым келеді, Израиль дегеніміз шіркеу деген сөз, және шіркеу екі Құдайлық жүйе. Бұл жігіттер не істейді? Екеуі де ғибадатхана салады, Дәуіттің шатырын орнатады. Ол негізінен Иерусалимдегі шатыр, ал әмірші Самарияда ғибадатхана салады. Оның қандай мотиві бар? Осы ғибадатхананы салу үшін ол Құдайға табыну үшін салмайды, бірақ ол қарсылық ретінде ғибадатхананы салады. Иерусалимдегі Сүлеймен және ол қалай қарсы тұрады? Ол тікелей қарсы тұрады, міне Құдай айтады. Альтернатива ретінде, яғни осы сәттен бастап Израильде екі храм пайда болады. Екі храм бар, біреуі Самарада, ал екіншісі Иерусалимде. Ол тағы да жасайды. Қараңыз, мұнда байқау маңызды, ол балама жасады. Соломон храмына не үшін? Олар ол жаққа бармау үшін, бірақ оған бару үшін не үшін? Ол қорықты. Барлығы барады деп қорықты. Ол өз билігінен айырылады. Сондықтан ол өзінің храмын қойды, ал онда не бар? Бірақ бұл храм қалай көрінді? Ол оған екі алтын бұзау қойды. Алтын бұзау бұл дүниенің Құдайы. Біз мұнда Құдай храмында қандай белгі көре аламыз? Жүйеде әлем жүйесі орнатылған. Міне бұл торпақтар жай ғана алтын емес. Бүгін біз үшін ғибадатханадағы әлем жүйесі, шіркеудегі әлем жүйесі біз мүмкін.
Осыны көруге болады. Бұл шынайы апостолдық шіркеудің әлем жүйесін ауыстыру. Апостолдық шіркеу әлем жүйесін жүргізуде. Міне, біз мұны қалай жасалғанын көріп тұрмыз. Нағыз ғибадатхана қалай ауыстырылды. Басқа ғибадатхана салды. Міне, сенің құдайың Израиль дейді. Иә, міне, торпақтар осында жүріп табын, бәрі онда жалған. Және ең қызығы, бұл Исраилдің 10 руы болды. Бұл Исраил құдайына табынуға барған құдай халқы болды. Жалған ғибадатхана, яғни 12 рудың 10-ы жалғанға табынған 10 ру есіңізде ме? Иса қашан? Самариялықпен кездесті, оның құдаймен шатасуы жоқ. Иә, оларда бір ол мұның өзінің қалай айтып жатқанын түсінеді. Сен менімен оның мұнда Самариялықпен сөйлесіп тұрсың ба? Иә, бірақ. Ол қойған сұрақ бойынша сіз Құдайға онда құлшылық ету керек дейсіз, ал біздің әкелеріміз мұнда құлшылық ету керек дейді. Яғни оның шатасуы жоқ. Ол Құдайдың жалғыз екенін түсінеді. Және олардың да бірақ екі ғибадатхана бар екенін және қайсысы. Олардың қайсысы шынайы екенін ол Иса түсіндіргенше түсіне алмайды. Ол біздікілер мынау дұрыс дейді. Міне бүгін біз осы шатасуды, музыканы шешуге тырысамыз. Осы шатасуда біз қайда табынуымыз керек міне. Қараңыз, Лераның мақсаты сіз үшін ол Израиль құдайын жою емес, ол жаратушы болды. Балама, яғни жалған жол анти бұл қарсы, анти жол орнына бұл әрекет дегенді білдіреді. Осы рухтың анти бұл қолдан жасалған дүниелер, иә, осы шындықтың орнын басып өзін ұсыну арқылы. Занять место истины, предложив себя как истину. Ақиқатты жай ғана өшіруге, алып тастауға, жоюға болмайды. Бірақ өзіңді ақиқат ретінде ұсынып, осы жерге отыру керек. Иса айтқандай. Сендер түсіну кілттерін алдыңдар, өздерің кірмейсіңдер, және басқаларға да бермейсіңдер. Яғни өздеріңді киімге орап алғансыңдар. Бұл нағыз діни қызметкерлер. Бірақ шын мәнінде сендер ешқайда бармайсыңдар, және басқаларға да бермейсіңдер. Сендер адамдар мен Құдайдың арасында қабырға болдыңдар. Құдай халқы мен Құдайдың арасында. Ол мұны діни қызметкерге айтады. Яғни міне осы рух. Жалған, иә, міне оған 10 рух түсті. 10 рух осы қақпанға түсті, бірақ біреуге Құдай. Иса Самариялық әйелмен кездесті. Иә, ол жерде Сихай қаласы бар. Міне осы Сихарда ол түшкіреді. Ол миларын шатастырды, себебі ол жерде. Оларда 3 күн болды. Ол миларын шатастырды. Олар Құдайдың қайда екенін білді. Қараңыз, 1 Иоанн 2:18 оқыңыз. Смотрите, читаем 1 Иоанна 2:18. Балалар, соңғы уақытта және сендер естігендей антихрист келеді, және қазір көптеген антихрист пайда болды. Қараңдар, антихрист келеді. Смотри, придет антихрист. Және қазір мұны Иоанн жазады. Иса Мәсіхтің айтқышқа шегеленуінен кейін, Иса Мәсіхтің өлімінен кейін 100 жыл өткен жоқ. Ол айтады. Қазірдің өзінде көптеген антихрист көріп тұрсыңдар. Неге бұл рух? Бұл сол рух, антихрист келеді. Бірақ бүгін қазірдің өзінде көп. Антихристтер және ол қараңдар көптеген антихрист туралы айтады. Яғни соңғы уақытта біз соңғы уақыттан білеміз. Яғни соңғы уақыт. Бұл шіркеудің уақыты ол соңғы деп аталады. Ол сондай-ақ антихристтердің уақыты деп аталады. Яғни бұл бір уақыт, шіркеудің уақыты және уақыт. Антихриста уақыты, антихристов, яғни Христостың жоқ кезі. Анти оған еш жерде, еш нәрсемен жұмыс істеуге болмайды. Ол жұмыс істейді. Тек шындықпен жұмыс істейді. Ол нағыз нәрсемен жұмыс істеу керек. Неге ол жалған жасайды, және нағыз пайда болған кезде. Шіркеу бірден анти-шіркеу пайда болады. Анти дегеніміз Христос, анти-Христос міне. Бұл әрдайым рухани әлемде болады, және болады. Рухани әлем бұл болған, бар және соңына дейін болады. Біз мұны көреміз. Бірақ Жезөкше шіркеу туралы кітаптың 17-18 тарауында. Аян кітабінде бұл сипатталады неліктен. Себебі бұл екі рухтың, Христостың және антихристің рухы әрекет етеді. Бүгін шіркеуде міне екеуі де. Бұл мен айтып тұрған жоқпын. Мұны Иоанн жазған. Бүгін көп пайда болды дейді.
сегодня появилось, говорит, много антихристов, яғни бұл менің ойдан шығарғаным емес. Израильде, Иерусалимде храм болған және как в Израиле был храм в Иерусалиме и антихрам Самарий, міне дәл сол тарих Құдай халқындағы екі рухани жүйенің бір қақтығысына қарайық міне. Бұл Стефанның тарихы білесіздер ме? Стефанның аудармасы білесіздер ме? Шарап тәрізді тәж қандай да бір жоғары нәрсе, мысалы міне марапат. Оның өзіндегідей Стефанның есімі бәрі естерінде шығар. Иә, бұл елшілердің істері кітабы. Стефан бұл 6-7 тарау. Елшілердің істері кітабы Иерусалимдегі алғашқы шіркеулердің бірі, елшілер тағайындаған. Міне, ол қайда тағайындалды? Гуманитарлық көмек тарату, оның шіркеудегі лауазымы гуманитарлық көмек таратты. Олар не әкелді? Кедейлерге қызмет таратты. Әрине, қызмет елден ерек емес. Елшілермен салыстырғанда ешқандай деуге болады. Қызметінде Стефанның күші мен сенімі болғандықтан, ол керемет ғажайыптар жасай алды деп жазылған. Белгілер мен нышандар халық арасында, яғни оның қызметі, позициясы оған күш рухының ие болуына ешқандай кедергі келтірмеді. Иса Мәсіхтегі билік кереметтер мен белгілерді жасауға және оның дауы туындайды. Дау туындайды, білесің бе? Құдай біреу арқылы әрекет ете бастағанда міндетті түрде спорт келеді, міндетті түрде рух келеді. Мәсіхке қарсы міндетті түрде ол ешқайда кетпейді. Құдай қозғала бастаған кезде дау туындайды, дауласушылар келеді. Және оның бірнеше бөлікті Рим билігімен дауы туындайды. Ол Израильде орналасқан, ал синагогалармен бірге. Израильдің ішкі рухани билігімен. Неліктен бұл дау туындайды? Шіркеудің уақыты келді. Міне, шіркеудің уақыты келді. Бірақ синагогалар берілмейді, және олар ештеңе істей алмағандықтан, және жазылғандай, Стефаниде болған рухқа қарсы ештеңе қоя алмады. Олар жалған куәгерлерді табады. Исаның сотындағыдай дәл сол әдіс. Қараңызшы. Исадағы сияқты, жалған куәгерлер мұнда да жалған куәгерлермен жүреді. Естеріңізде болса, ол жалған куәгерлерді табады. Әрқашан емес және Құдаймен жүрмеген сияқты, және оны ұмытып кетті. Бұл Исамен істеді, және бұл туралы айтты, және бұл Стефанмен де болады. Бір рух неге мен айтамын? Міне, адамдар әртүрлі, иә, болуы мүмкін, бірақ рух біреу. Бұл рухани, бұл рухтар, бұл рухани жүйелер. Бүгін жұмыс істейтін жарайды. Бүгін жұмыс істейтін шіркеулер ертең де, арғы күні де жұмыс істейді, және кезінде. Ояну кезінде әрекет етеді, және ояну кезінде күштірек әрекет етеді. Бүгін олар неге бұлай көрінбейді? Неге қақтығыс жоқ, ояну жоқ, киелі рухтың жұмысы жоқ, күшті қалай? Тек жұмысты бастау керек, киелі рухтың күшті қақтығысы міндетті түрде келеді, яғни олар жалған куәгерлерді табады барлығы. Исадағы сияқты олардың әдісі бүгінгі күнге дейін өзгерген жоқ, олар әрқашан осы жолмен жүреді, олар айтады. Ол мысалға Құдайға тіл тигізді. Стефан өз сөзінде Израильдің тарихын баяндайтын сотты ұйымдастырады ол. 6-шы тараудың барлығында осы тарихты, олардың бас тартуын баяндайды және ол оларға сендер мен сендердің әкелерің әрқашан киелі рухқа қарсы болдыңдар деп аяқтайды, және ол сендер әділ адамды өлтірдіңдер дейді. Сіздер діни қызметкерлерді қабылдадыңыздар, және оны сақтамадыңыздар, яғни олар діни қызметкерлерді қабылдап, сақтады, бірақ позицияларында қалды, және ол айтады сіздердің әкелеріңізде қандай әрекет болды, бұл рух әкелеріңізде болды. Бұл жай ғана қандай да бір адамның пікірі емес, белгілі бір адамдар арқылы әрекет ететін рух. Осы рухтың ықпалына түскен адамдар, және ол айтады негізінде, бұл рухтың мәні неде, бірақ жалпы. Бұл рухтың мәні киелі рухқа қарсы тұру. Міне, бұл діни шайтандық рух, киелі рухқа қарсы тұру. Міне біз мұны оқимыз. Егер бұрын оқымаған болсаңыз, істердің 6-7 тарауын оқып шығыңыз, және не болды Стефан осы туралы айтқанда. Айтты, мен жай ғана бүкіл тарихты айтып отырмын, ол өте ұзақ қайталамаймын, соңында ол сіздер әділ адамды өлтірдіңіздер деді ол. Айтты, сендер діни қызмет қабылдадыңдар, оны сақтамадыңдар, және сендер әрқашан киелі рухқа қарсы болдыңдар қалай. Сендердің әкелерінде, яғни ол айтады, бұл рух жігіттер сендердің атында, сендер осы рухтың құлдарысыңдар істері.
рабы этого духа. Деяния 7:54-60. 75.460 міне. Біз оны оқимыз, мұны естіген олардың жүректері жарылды. Және олар оған тістерін қайрады, Стефан болса толық. Осының рухымен аспанға қарап, Құдайдың даңқын Исаны Құдайдың оң жағында тұрғанын көрді. Және айтты, міне мен сәйкессіз емеспін. Және адам ұлының Құдайдың оң жағында тұрғанын көремін, бірақ олар қатты дауыспен айқайлап құлақтарын жауып алды, олар тіпті осыны ести алмады. Ол рухани әлемнің шындығын айтты, олар тіпті рухани әлемнің шындығын тыңдай алмады. Олар үшін қаншалықты қолайсыз болса, нағыз дүниеде соншалықты олар үшін қолайсыз тіпті. Оны тыңдай алмайды, және бірауыздан оған ұмтылды, және қаладан шығарып, оны таспен ұра бастады. Ал куәгерлер өз киімдерін шешіп, Савва есімді жас жігіттің аяғына қойды. Стефанды таспен ұрғанда ол дұға етіп, ием Иса, рухымды қабыл ал деді де, тізе бүгіп, қатты дауыспен, ием, бұл күнәні оларға есептеме деді. Және осыны айтып тынышталды. Қара, діни қызметкерлер жүректерімен жарылып, бірдеңе істеп тістерін қайрады. Стефан дәл осы сәтте оларға қараған жоқ сияқты. Міне, бұл сурет. Қайтадан Құдай рухының көрінісі, ол оларға қараған жоқ. Ол қарады, ол Құдайға қарады, діни қызметкерлер солай. Он смотрел на Бога. Сейчас, секунду. Когда священники так... Музыка діни қызметкерлері қара, олар жүректерден тістерін қайраудан жатылды. Священники, смотри, они рвались сердцами, скрежетали зубами. Стефан дәл осы сәтте Құдайды көрді. Діни қызметкерлер Стефанды Иса сияқты өлтірді. Қара, қаншалықты жақсы жалпы. Как и Иисуса. Смотри, сколько, вот общего в этом. Почему? Бұл неліктен бұл бір рух, Иса, Стефан бір рух, олар әрдайым өздерін осылай ұлықтай бермейді. Они не всегда так себя вели, священники. Діни қызметкерлер, иә, бірақ олар көбінесе көпшілік арасында Құдайға қолдарын көтерді. Ол жерде халық жиындарында сөз сөйледі. Выступали в народных собраниях. Осы орамдардың жай діни қызметкерлік киімдерін киіп, ондықты берді, тіпті ораза ұстады. Отдавали десятину, даже постились. Бірақ оларға маза бермеген нәрсе Стефанның аспандағы жердегідей емес, оның биік позициясы болды. Которая была у него на небесах, а не на земле, как у них. Яғни, олардың позициясы жердегі демонстрация, және олар өздерінің құдайлық позициясын көрсетуге мәжбүр болды. Бұл маза бермеді, өйткені білесің бе, жер бетінде ол гуманитарлық көмек таратушы болды. Стефан, бірақ аспанда оның на земле он был раздатчиком гуманитарки, Стефан, но на небесах у него была реальная... Нақты билігі болды. Бұл білесің бе, бұл олардың жалған позициясын анықтады. Олар қандай да бір жалған болып көрінді. Жүйе, бұл Стефан болғанға дейін көрінбейтін, ештеңе көрінбейтін болды. Олар өздерінің ондығын беріп көтерілді. Қолдарын крест жолдарында дұға етті, және бәрі жақсы болды. Бірақ шіркеу пайда болғаннан кейін Стефан пайда болды. Осы Құдайдың рухымен оның үстінде барлық жүйелері сыр бере бастайды. Исаның тұрғаны жазылған, өзінің. Написано, что Иисус встал, глядя на своего слугу. Қызметшісіне қарап, білесің бе, бұл Стефан тұрған жолды мақұлдаудың көрінісі болды. Міне, Исаның тұрғаны осы. Вот это то, что Иисус встал. Ол Құдай рухының белгісін көрді. Мен өткен уағызда айтқаным ғой, иә, белгі дегеніміз аспанның жоғары мойындауы және діннің мойындамауы. Бұл Құдайдан даңқ іздейтіндермен әлі де адамдардан. Даңқ іздейтіндердің мәңгілік қақтығысы, менің ойымша, Стефанның өлімі Паулдың санасына жасалған алғашқы соққы болды. Ол болып жатқанды бақылап тұрды. Айқышқа керілу, Стефандағыдай айқышқа керілу. Иә, бұл Құдай рухына сәйкестік. Ол Исада өткен нәрсені бастан кешіріп жатыр. Сол діни қызметкерлердің рухының реакциясы бірдей. Оны таспен ұрды. Бұл сол рухтың бар екенін айтады. Яғни осы негіздің және себептің айқышы. Рухани әлемдегі жеңістер, олар сахнадағы театр сияқты. Айқыш бар ма, жоқ па? Шіркеуде отыруға болады, бірақ театрда егер 5 рет сәйкестік болмаса, Құдай рухына сәйкестік жоқ. Сондықтан барлық сыртқы нәрсе болуы мүмкін, болмауы да мүмкін, бірақ
Сәйкестік болуы керек. Иса тұрды. Неге тұрды? Ол өзінің көрінісін көрді. Стефани, бүгін білесің бе біз? Ішіндегі бос нәрсесі бар қабықты көп ұсынады. Ол Стефанға және апостолдық шіркеуге ұқсамайды, және олар айтады: міне, мынаны шіркеу ретінде қабылдаңыз, міне ол. Бұл сол, мен көріп тұрмын. Суреттерді қосамын, сәйкес келмей. Сәлем. Бүгін білесің бе, шіркеуде көп айғайлайды. Бұл ояну кезінде. Бірінші кезекте біздің санамызда апостолдық шіркеудің негіздерін қалпына келтіру керек. Адамдар қайда барады? Міне, осы тәндік шіркеуге, осы театрға, қайтадан осы пасторлық элитаның салық төлеушісі болу үшін. Мен Құдай оған жол береді деп ойламаймын. Бұл тағы да болады. Шіркеуде екі жүйе бар, онда бәрі көрсету үшін. Көрсетіледі. Қараңыз, біз қандай әдемі бедел мәртебе, сыртқы жетістік, міне, мынау Саулдың шіркеуі, бұл бәрі Саулдағыдай. Болды, және екіншісі Дәуіттікі, онда түрде жоқ, ұлылық Дәуіттің киелі шатыры. Бұл жай ғана Құдайдың қатысуына арналған шатыр еді. Онда адамның тірегі жоқ, бірақ Құдайға толық сенім бар. Міне осы екі жүйемен не туралы айтып жатырмын? Міне осы жүйелер туралы, міне олар толық антипаттар. Құдай қай жақта, бірақ Құдай қалпына келтіремін деді. Қандай Дәуіттің киелі шатырын, тіпті Мұсаның емес Дәуіттің. Дәуітте жоқ, міне барлық тәкаппарлық, оның Құдайға толық тәуелділігі, міне ол ояну сияқты. Саулдың шіркеуі жазылған, Дәуіт билікке келгенде, ол әлі ұзаққа созылады деп жазылған. Саул өлгеннен кейін де қарсылық көрсетті. Сондықтан Сауна қайтыс болды. Бәрі Дәуіттен кетіңдер деп тұрған сияқты. Тұрыңдар. Дәуіт қайтыс болды ма? Жоқ, олар қарсылық көрсетті. Неге рух? Себебі рух осы адамдардың артында тұр. Осы жүйелердің артында. Жүйелер бірге әрекеттесе алмайды, бірақ кейін бұл болады. Бірақ бұл ұзақ болды. Ұзақ қарсылық. Жылдар бойы дін рухы дәл бүгінде әрекет етеді. Білесің бе, киелі кітап принциптерінің бірі бізден жасырылған, оны көрсетпеуге тырысады. Міне. Аспаны майланған адамдардың алдындағы әлсіздікпен байқалмаушылық, міне, байқалмайтын, бірақ майлауы бар адамдар. Аспан бұл өз қолымен өз ұлылығын жасайтын шіркеу үшін нағыз қауіп. Шіркеу бар, міне, ол олар үшін Стефан сияқты. Стефан сияқты, міне, Стефанның қаупі, ол қалай болса да бар, және бүгінгі күнге дейін, міне, адамдардың алдында майлану және байқалмаушылық, адам Құдайдың рухы болғанда киелі кітап. Дәл осы Құдайдың рухы екенін айтады. Бұл жалғандыққа қарсы. Адамдарда құрметке ие болған нәрсенің бәрі құрметке ие болған осы рухқа қарсы. Адамның ұлылығы, міне, адамның ұлылығы, жалған шіркеудің негізі, міне, бәрі мұнда негіз болды. Адамды дәріптеу бүгін қалай аздап болса да, мынаны айналаға ал. Адамның ұлылығында шіркеуде Иса жалпы өзі ұзын киім киген адамдардан қорқыңдар деді. Бірінші қатардағы жиналыстарда еліп, оларды үнемі пастор, ұстаз деген атақпен атай берсін. Міне, бұл жалған рух. Шіркеудегі рух Саулдың рухы, біз сол қарама қайшылықты көре аламыз, міне көріңіз. Каиафа Иерусалим ғибадатханасы, иә, міне діни жүйе барлық ұлылығымен, барлық саудасымен. Бірақ оған зор байлықпен, және екінші жүйе Иса сатылып, қорланып ілулі тұр. Крестте, міне, олар екі рухани жүйе, олардың қаншалықты ұқсамайтынын, қаншалықты қарама қарсы екенін елестетесіз бе? Бір-біріне екі түрлі ұлылық, бірі адамдар алдында, екіншісі Құдай алдында. Бірақ сұрақ, әрине, сіз қай жүйедесіз? Сіздің ойлауыңыз, сіздің миыңыз бүгін қалай ойлайды? Олар Құдайдың рухы қайда екенін көреді, түсінеді ме? Немесе сіз тасқандарға қарайсыз ба? Ой, қандай ғибадатхананың ұлылығы? Иса айтқандай, ол қиратылады, шәкірттер, міне. Оларда тастарға қарауға, ғибадатхананың ұлылығына қарауға уақыт болды. Бірақ Иса ереже бойынша мұның бәрі қиратылады дейді.
Мен өз ғибадатханамды, өз тәнімнен ғибадатхананы тұрғыздым. Мен дәл осы ғибадатхана болдым, ол. Айқыш ағашта ілулі, бейнесі бұзылған және сатылған сатқын, міне, айырмашылық біз бүгін мүмкін. Көруге болады бұл шіркеудің неге ұмтылатыны, бірақ шіркеу ұмтылады бүгін мен қараймын неге. Олар стадиондарға қайтадан адамзаттың ұлылығына осы стадиондардағы оянуға ұмтылады. Және оның бүгін қаншалықты дәрменсіз екенін қараңыз, бірақ бұл толық сәтсіздік. Жай ғана олар конференциядан кейін конференция жариялайды. Олардан рухтан ештеңе шықпайды, бірақ соншама адамды қозғалыс, соншама өзін-өзі ұлықтау, соншама өзін-өзі итеру. Міне, осы тақталар сонда өздеріне пайғамбар, пастор, апостол ой деп жазылған. Міне, Ишая 532-де оның түрмен ұлылығы болмағаны жазылған. Міне, нағыз ұлылық қайда? Түсінесің бе, Құдайдың алдында түрмен ұлылықтың болмауы шынайы ұлылық. Міне, бұл демоникалыққа төнген нағыз қауіп. Билікке, бұл түрде, ұлылықта жоқ кездегі жалған шіркеуге төнген қауіп, бірақ Құдайдың рухы бар. Саулдың Голиафпен қақтығысын естеріңізде ме? Иә, Дәуіттің Голиафпен қақтығысы, іс немен аяқталды? Соқтығыста кім және қақтығыста кім? Голиафтарды Дәуіт жеңді. Міне, бұл жеңіске жеткен шіркеудің бейнесі. Өзін жаман деп оқып, сонда қанша бес тас алды. Да, және кешіремінен барып басын шауып алдым, басында оның басын жарып өлтірді. Содан кейін оның семсерін алып басын шауып алдым. Голиаф, міне, жеңіске жеткен шіркеудің бейнесі. Саул, сен мұны істей алмайсың дейді. Сен жассың, саған бұл қолыңнан келмейді, яғни ол адамгершілік тұрғысынан оған өз сауытын кигізуге тырысады, бірақ ол жараспады. Маған бұл менікі емес, маған ыңғайсыз деді, шешіп тастады да, өзеннен тегіс тастарды алып, сол тастармен Голиафқа қарсы шықты. Міне, ол бейне тағы да бұл бізге жеңіске жеткен шіркеудің суреті. Біз жай ғана қарап тұрмыз, бізге міне бұл жеңіске жеткен шіркеу дейді, жарайды. Жеңіске жеткен шіркеудің суреттерін салыңыз, ол қалай көрінді? Міне, Давид ол қалай көрінді? Ол сол жерге келді, және ол жалпы ғой. Әкесі оны сол жаққа құтқару үшін жіберді. Бұл оның ағасы сол жерде, немесе әф оған қарсы бөшке домалатты. Ол оны өткізіп жіберіп, ағасымен, ал Голиафпен шайқасып, Голиафты жеңді, иә, басқа жүйе. Побеждает Голиафа, да, и другая система. Басқа жүйе, Саулдың жүйесі, оның басқаша қалай көрінетінін көруге болады. Саул өзін патшамын деп санады, бірақ Голиафтан бірге қашып жүрді. Әскермен ол өзін әскердің патшасымын деп санаса да, олар шайқасқа 40 күн дайындалды. Олар айқаймен шайқасқа дайындалды. Содан кейін қалай? Голиаф ашыққан кезде қашпады. Міне, жеңілген шіркеу, міне, бұл Израиль жеңілген шіркеудің бейнесі. Көп шулы гамма, олар айқаймен дайындалды. Олар не деп айқайлады? Яғни айқай көп, пайдасы жоқ. Міне, бұл да бейне, бұл да. Картинка к церкви применяемая, где один крик, а эффект нет, знаешь. Музыка, если Бог делает нас вот ничего не значащими, так это для того, чтобы сравнить значащие, поэтому не бойся, если Бог начал тебе как-то там упускать в этом вопросе. Не волнуйся об этом, ты идешь туда, куда надо, знаешь, в духовной школе Христа есть сезон и такое событие. Но я его называю удара от где Бог, знаешь, вот уничтожает, вот у нас во всех живется, я не говорю, что мы приходим. Я не говорю, что мы приходим и начинаем жить Давидами как бы. В церкви там проявляться до кресту пришли, мы сразу Давида нет, Саул будет жить, но только одни останутся с ним жить, другие где-то вот при ударе от Дана, и них это вытрясет все. Құдай қайда білесің, Құдай біздегі әрбір асқақтықты, Мәсіхке және оның рухына қарсылықты жоятын жер. Біз Мәсіхке адалдығымызды жариялай аламыз, білесің бе, оған қызмет ете аламыз, бірақ мәселе мынаған жеткенше. Оның рухына ие болудың басты шарты кішіпейілділік. Рухқа ие болу үшін кішіпейілділікпен көрінген кішіпейілділік керек, және міне. Мұнда сұрақ тұр, Саулға бұл ешқашан сәтті болған жоқ. Иә, ол Самуилге жабысып, ең болмаса, адамдардың алдында мені масқара қылма дейді. Мені ұятқа қалдырма, ол оның киімін жыртып тастады. Бірақ әзірше бізде бәрі жақсы екенін көрсет.
Сенімен бәрі дұрыс, менің әскери қолбасшым адамдарға, адамдар мұны көру үшін. Міне, оның ішкі дүниесі Құдай рухына қарсы тұрды. Мойынсыну Құдайдың қашан екенін білдіретін жер. Бізді мойынсындыра бастайды. Міне, біздің барлық ішкі дүниеміз Мәсіхтің қолынан шыққан тоқтағанға қарсы тұра бастайды. Онда қорлық, ауырсыну, сатқындық, қабылдамау ауырсынуы болады. Міне, ол мұны қабылдамады, ол оны қаламайды. Бірақ егер біз оны қабылдасақ, біз қозғала бастаймыз. Тек осылайша біз Құдай рухына ие бола аламыз, біз өсе бастаймыз. Құдай рухында бұл арқылы өте отырып, білесің бе, бүгін әлемде жетістікке жете алмаған адамдардың көпшілігі қалай болады? Қалай болғанда да шіркеуді ертегілермен азғырады. Онда періштелерді, ақшаны басқаруда жетістіктерге жетесіңдер. Бұл адамдар. Олар шіркеуге келіп, әлемде іздеген нәрсені, мойындауды, позицияны, көтерілуді іздей бастайды. Мәсіхтің Құдай рухының алдында есіктерді жабады. Бүгінде мұншама антихрист қайдан шықты? Адамдар Мәсіхтің, оның рухының алдында есіктерді жапты. Неге әлемді іздеді? Өйткені тек айқыш арқылы ғана. Мәсіхке сәйкес келеді, және біздің сеніміміз, Құдаймен қарым-қатынасымыз туралы айтады. Иса Стефанға қарап тұрды. Білесің бе, бұл шындықты мойындау. Бұл белгі. Ол өзінің белгісін қояды. Шақ шынайы, нағыз, қашан адамдар білесің бе, сол жерге айтады. Бүгін бұл жақсылықты интернеттен табуға болады. Иса оларға періштелермен шай ішуге ұшып келеді. Біреуде Иса, біреуде. Періштелер кімде бар? Кімде Мұса, кімде Енах ұшып келеді? Менде сұрақ бар. Білесің бе, мына адамдарға әрқашан бір сұрақ туындайды. Міне, мынаны айқышпен көрсет. Егер мен 45-ті көрсем, маған сенің кімге жақын екенің туралы әңгімелердің қажеті жоқ. Құдайға жақын, періштелермен дос және саған біреу ұшып келсе, егер мен 45-ті көрсем, менде тіпті. Ондай сұрақтар туындамайды. Мен сенен Құдайды көремін. Жарайды. Егер ол бар болса, неге? Өйткені бұл жалғыз белгі. Қашан Иса міне көрді, сол сияқты сол діни қызметкерлер осы қолдан жасалған оны айқышқа шегелеп тастаған немді Стефанды таспен атқылап жатыр. Және сол реакция Стефанның, ол кешір, оларды Құдайым не істеп жатқанын білмейді, ол Стефанда өзін таныды, ол қарады. Стефан, ол мен ғой, біз біле алмаймыз, міне не болу керек, түсінесің бе? Қашан Иса саған қарап тұр. Неліктен ол өзінің бейнесін көргенде, біздегі осы ұлылықты көргенде, өзінің ұлылығын бізде көргенде тұрады. Стефанға қарап, ол менің көшірмем дейді. Қалай айтса да, әрине, түпнұсқа менің рухымның түпнұсқасы болды. Бұл менің шәкіртім, бұл менің нағыз шәкіртім, өйткені реакциясы да сондай. Оған дәл солай болады. Фарисейлермен қақтығы, содан кейін де ол кішіпейілділікпен бәрін қабылдайды және сол сөздерді айтады. Оларды кешір, ием. Иса өзін таныды. Стефани айтады, міне менің рухым, және тұрды, және Стефан үшін тұрды. Мұны түсінді, оған осы белгіні берді. Біз Құдайды сатып ала алмаймыз, біз әрқашан қозғаламыз. Міне біздің рухани өміріміз, біз қалай. Біз жеміске қарай жылжимыз. Егер біз өсетін болсақ, онда біз двигаемся к плоду. Мы всегда, если мы растем, то мы идем к плоду. Жеміске барамыз, және бұл жеміс, бұл онымен қарым-қатынас. Міне Иса өзін тани бастаған кез. Вот это как раз время, когда Иисус начинает себя узнавать в нас. Бізде біздің Құдайдың сыйы, ол маған сый дегенді білдіреді. Мағынасында міне лайықсыз сыйлық сияқты. Иә. Такого незаслуженного подарка, да, из серии даров. Сериясынан тегін, міне сериясынан тегін бізде тек құтқарылу ғана қалды. Қалғанның бәрі. Қалғанына біз киелі рухпен ынтымақтастық арқылы жетеміз, және бізде жеміске қарай осы табиғи жол бар. У нас есть вот этот естественный путь к плоду. Жеміске тұрақтылық, бұл біздің Мәсіхтегі позициямыз. Қалай қарау керек емес, егер оның тіпті позициясы болса. То есть вот как посмотреть, если на оның Мәсіхте позициясы болды. Міне оның болды. Иса өзін одан көрді. Ол болды. Бірақ қарау керек.
Жер бетінде мен ол туралы оның қандай да бір керемет көрінуі мүмкін екенін айтпаймын. Бұл әлемде ешқандай керемет жоқ. Ол гуманитарлық көмек таратушы, бірақ оның үстінде Құдайдың рухы бар. Оның үстінде Құдайдың рухы бар. Оның жүйемен дауы бар, бірақ діни. Иса әрине өзін таниды, және Иса оны таниды. Өзін оның ішінен таниды деген марапат осы. Және бұл бізге позиция береді. Егер бүгін білсең, сен Құдайдан қандай да бір марапат алдың, бірақ мен ешқандай марапат болмайды деп айтамын. Бізде барлығы тек сонда ғана, біз оларды бүгін аламыз, кейде өте күшті аламыз, мен алдым. Мен мұндай елеулі марапаттарды алдым, мен бұл менің Құдайдан алған марапатым деп айттым. Бірақ білесің бе, егер біз бұл марапатты қабылдасақ, сыйлық ретінде бұл біздің кумирімізге айналады, біз міндетті түрде осы пұтты талқандауға келеміз, яғни бәрі біздің бүгінгі марапаттарымыз үшін ол аспанда, ол бәрібір аспанда бүгін бар нәрсе бұл хат. Марапатқа бұл саған сәлемдеме сияқты тыңдай келе мен сені көрдім, мен сені марапаттадым, бірақ бұл марапат емес екенін түсіну керек, бұл әлі емес. Марапат бұл жай ғана Иса сені байқағаны туралы, хат Иса өзін өз жолымен алып жүргені туралы. Жай ғана біз көбінесе менімен шатастыруымыз мүмкін, менде солай болды, жай ғана мен мынау менің марапатым деп ойладым, міне ол, және бұл бәрі. Менімен және ешқайда кетпейді, бірақ содан кейін мен бұл бәрібір марапат емес екенін түсіндім, барлығы Исадан келген хабарлама болды. Хат осындай қарашы, мен сені байқадым, мен сенімен жалпы тұрдым, шамамен осылай қандай да бір контекстте мүмкін. Иса сені байқағанын қабылдаңыз, бірақ одан артық емес, өйткені біздің нағыз сыйымыз көкте. Мен сенің театр көрермені емес, біреудің ойынның кепілі емес екеніңді әрдайым есте сақтаймын, сені Құдай байқады, ол сені мойындады. Егер ол сені шақырса, онда ол сені мойындады. Музыка кіру үшін, бірақ міне бұл аспандағы позиция, қарашы қандай. Чтобы войти, вот эту небесную позицию, вот смотри какой. Құдай сені қасиеттілердің қасиеттісіне кіргізді. Ол саған бұл есіктерді ашты, бірақ ол жерге кіру үшін Құдай. Но чтобы войти туда, занять небесную позицию, которую Бог тебе. Саған ашық есіктер сияқты бүгін кір. Біз нені жоғалтып жатқанымызды түсінуіміз керек. Нам нужно понять, вот чего нас лишают чаще. Көбінесе ілімде, шіркеуде бастапқыда кресттегі мәсіхтің жердегі позициясын алу керек. Міне, біз крестте. На кресте. Вот когда мы занимаем на кресте позицию. Позицияны осында алған кезде, біз үшін қасиеттілердің қасиеттісіндегі позиция ашық. Бұл жерде ашық есіктер, біз өзімізге ашамыз. Это открытые двери. Здесь мы открываем себе двери в отношении со Христом. Насколько они у нас будут поддельными, какими-то мнимыми или настоящими, показывает крест. Знаешь, это похоже, ну, как, наверное, как вот эта позиция, как у разбойника, уверовавшего на кресте. Иисус сказал ему, знаешь, будешь со мною сегодня в раю. То есть со мною на кресте, вот разбойник был рядом с ним на кресте, со мною в раю. Но только тому, который уверовал. Не тому, который там случайно оказался, как бы, ну не случайно, а духовно случайно, так скажем. Ну, то есть он не уверовал. А вот этот уверовавший разбойник, то есть крест земной, это самая близкая позиция к Иисусу на небе. Если ты земной крест взял, поэтому Иисус говорит, если ты не берешь креста своего, ты недостоин меня. Мы с тобой не братья, мы с тобой далекие, я не узнаю себя в тебе. Алыстағы мен сенен өзімді танымаймын, мен сенен өзімді көрмеймін. Неге сенде крест жоқ? Мен өзіме қарап саған қарап тұрмын, ал крест жоқ. Енді бәрі маған ұқсас болса, онда сен крест болуың керек, сен оған ілінуің керек, сенің етің қай жерде ілулі? Где твоя плоть висит? Яғни, бұл крест жердегі ең жақын позиция, Исаға аспандағы рухтың қарама-қайшылығы, міне менің қарама-қайшылығым. Жай ғана ең жақын позиция қарашыда болды. Иса айтады, бүгін менімен бірге жұмақта боласың, сотта тергеуде жоқ. Сегодня будешь со мной в раю. Ни суда, ни следствия,
Ол ештеңе емес, ол жай ғана крестке ілініп, сенді, оның екеуі болды. Міне, ол өтіп жатқан крест ұғымы. Шынайы болжам бойынша ол Иса сияқты крестке ілінді, иә, және оның сенімі де болды. Оны ием деп қабылдады, оны ием деп атады. Міне, осы екі нәрсе. Бүгін сен менімен бірге жұмақта боласың, және Мәсіхтен және жұмақтан ең алыс позиция кімге болғанын қарады. Ең алыс бас діни қызметкер, ең алысы діни қызметкерлердің бас діни қызметкерлері болды, және осы діни некеде олар бәрінен де алыс болды. Тіпті қарақшы Исаға осы діни қызметкерлер желісінен гөрі жақын болды. Олардың кітаптары бар деп ойлағандар оларды мұғалім деп атады. Мұғалім сияқты, маңдайларында осы тақтайшалар болды. Олар мұғалімдер болғандықтан, олар емізде бірдеңе істеді, бірақ Құдайдың көзімен қарап, суретті көреміз. Мүлдем басқа қарашыны олар ән айтты, бұл дәл барады деп ойлады, ал Иса еш қиындықсыз айтады. Менімен бүгін аспанда болыңыз, пернелерді қосып, бірте-бірте қонуды аяқтайық. Неліктен білесің? Маған қазір қызық, біз мұны көреміз. Иса неге олай айтқанын білесің бе? Жезөкшелер аспанға діни қызметкерлерден бұрын барады, бәрі оңай. Өйткені киелі рухқа қарсы тұрмады. Стефан айтқандай, білесің бе, ол сендер әрқашан киелі рухқа қарсы тұрдыңдар дейді. Жезөкше олар ешқашан киелі рухқа қарсы тұрған емес, пайғамбарларды Стефан айтқандай қумады. Пайғамбарларды қуып шығармады, Исаны өлтірмеді, өтірік айтпады, мінбелерді шіркеуге ілім үшін кіргізбеді. Табыс табу үшін олар қандай болса сондай, олар өз үйлерін салып, қымбат көліктер сатып алып, демалып адамдарды тонаған жоқ. Аралдарда олар оған көп нәрсемен, немесе өз көз жастарымен, шаштарымен сүртті, оның басына жақты. Бейбітшілік әлемі фарисей отырып ойлады, ол күнәкар әйел туралы ойлады. Исаға бейбітшілік әлемін құйған музыка. Бірақ Иса мен оның күнәсін кешірдім деді, мен ол үшін айтышқа барамын. Білесің бе, Құдай келгенде Иса салықшыларға қонаққа келді. Олар азырақ таратуға барды, олар жаңа. Фарисейлер сияқты садақа жинау жезөкше кресттің жанында тұрып үнсіз жылады, діни қызметкерлер мазақ қылып сулады. Кресттен түстеді, білесің бе, ол көбінесе храмдағы аударылған үстелдер үшін өшіруге келді олар. Бүгін олардың саудасына тиіскен адамға да солай жасайды, Пилатқа табынушы болған. Бірақ діни қызметкерлерге қарағанда Құдайға жақынырақ болды. Өйткені ол олардың сөз байласуына қатысудан бас тартып қолын жуды, жауынгерде. Иса Мәсіхті найзамен ұрған адам патшалыққа алдымен барады. Өйткені ол Құдайдың ұлы ғана осылай өле алатынын түсінді. Мен не айтқым келеді, діннен жеңіліп қалма, одан қорқыңыз. Әсіресе оның игіліктерінен және ықыласынан қорқыңыз, Иса айтты. Фарисей аштығынан сақтаныңыздар, одан сақтаныңыздар. Ол тым көп болған кезде оның жек көрушілігінен қорықпаңыз. Жеңіл, білесің бе, аспанда бірдеңені шешу үшін діни кландардан азат болу керек. Жақсы шығуға күшін бола тұра, Исамен жалғыз қалған артық, білесің бе, одан гөрі онсыз адамдардың тобырында болғаннан екі рет шеттетілдім. Осы сыртқы ауланың тобырынан мен аян алдым, білесің бе, тек сыртқы ауладан және киелі жерден ғана қуып шығалады. Киелілерді қуып шығару мүмкін емес, мені екі рет бір сөмкемен көшеге шығарды. Исаның адал екенін білесің бе, мен кітаптан оқыған жоқпын, менде бұл тәжірибе бар, оның адалдығының тәжірибесімен оған барлық соққылар үшін алғыс айтамын. Арқылы өттім, өйткені енді мен оны білемін, оны жеке білемін, қашан мен бір бауырға айтқанымды білесің бе. Білесің бе, мен сәтсіздіктердің чемпионымын. Енді мен музыканың неліктен екенін білемін. Ол мені осы сәтсіздіктерде тереңдікке апарды. Егер сен бүгін сәтсіздікте болсаң, жай ғана оны жіберме, сен Исаның адалдығын білесің. Міне, осы сәтсіздікте бәрі ашылады. Сәтсіздікте сіздің кім екеніңіз тексеріледі. Нағыз қарақшы болғаныңыз жақсы. Бұл қарақшылар Исаға бәрінен де жақын болды. Олардың әрқашан крестте. Неге олай? Неге бұл парадокс? Оларда әрқашан мүмкіндік бар. Жалғандарға қарағанда өкінуге. Демек жалған әулиелерде осыларда ешқандай мүмкіндік жоқ.
Нет шансов. Қарақшыда әрқашан мүмкіндік бар. Сондықтан ол жақсы жағдайда жесір Анна соңғы рет мен айтқан жоқпын, иә. Анна, в прошлый раз я не говорил, да. 60 жыл бойы Исаны ғибадатханада күндіз-түні дұғада күтті. Білесің бе, бұл не? Бұл қалай шығарылған қымбат? Что это? Это как выдержанное дорогое вино. Шарап Иса үшін дана тауар, мұны адамдар тобымен сыртқы ауладағы адамдардың көптігінде қол жеткізуге болмайды бұл. Жеке жанның ерлігі, оны тек Иса ғана бағалайды, ал Исада білмеген нәрсе бар екенін білді. Міне, осы діни корпорация харам корпорациясының ішінде осы құрбандық орнын салды. Ал құрбандық орнына материалды өз өмірін, өз бақытын жасады. Егер сен бәрінен бөлінуге дайын болсаң. Және Құдай мен қойлар үшін өмір сүріп, ойнау үшін бару үшін Дәуіт сені қалай күтеді? Менің ойымша, әрбір адамның бірегей тағдыры бар. Кім? Қыстан ажырап, Исаға жабысуға дайын болғанда, оның ағалары оны байқамаған кезде. Оны тек қойлар байқады. Иса мен оның иесі оны байқады, білесіңдер. Бас діни қызметкерлер, міне олар кірді. Киелілердің киелісі жылына бір рет, Анна, Давид, олар одан мүлдем шықпады. Олар одан шықпады. Олар жылына бір рет кірді. Ал бұлар одан мүлдем шықпады. Өйткені киелілердің киелісі сенің ішінде. Бұл сенің жүрегің, ол дұрыс қайда. Оянудың бастығы болды 1906 жыл. Мүмкін біреу күлген шығар. Ол басына картон қорап кигенде. Қызмет кезінде ол бүгін білесіңде әншілер мен уағызшылар киетін кепканы киіп алған, ал қорап лайықты. Және ол қызмет кезінде осы қораппен отырды. Не үшін мұны істеді? Адамдар ол жақтан сұрайды. Мен қарадым, не үшін сұрайды. Ол қорапты киді, ал ол әрқашан тыңдады. Менің ойымша, бұл солай, бірақ бәрібір мағынасы да болды, жай ғана емес. Құдайға мойынсыну, бұл оның құпия бөлмесі, оның қасиетті орны сияқты еді. Ол жерден ол шығып, шешкен кезде. Қорапты кейде ол жерде сағаттап отыратын. Мен залда біреуге бара жаттым, ал онда. Дене мүшелері өсіп шықты. Шекені залда қара адам арқылы айқын көрініп тұрды. Міне, содан кейін картон қорабы бар, коробов. Басында қорабы бар адамды тіпті Інжіл мектебінде оқып жүргенде де сабаққа жібермеді. Ол залда отырды. Баспалдақта. Бұл пархом меніңше осы Інжіл мектебінде сабақ берді, ал ол жерге кіре алмады. Ол терезелердің астында Құдайды тыңдады. Егер Америка тарихындағы ең ұлы оянуды ұйымдастырсам, онда қолдар, аяқтар, мұрындар мен құлақтар өсіп шықты. Ол туралы қалай уағыз айтқанын білесің бе? Ол аптасына 7 күн күніне 3 рет уағыз айтты және садақа жинамады. Міне ол. Құдай рухы, міне Христостың суреті сәйкес келеді, білесің бе? Бізге бәрімізге қажет нәрсе бізде болу үшін. Бізді осы сыртқының бәрінен ажыратып, бізді қасиеттілердің қасиеттісіне апаратын мына картон қорап, білесің бе? Менде осындай қасиеттілердің қасиеттісі бар. Әр таң сайын мен жұмыстағы цехқа барамын, міне құлаққапты тағып шаңнан қорғайтын респираторды киемін. Шаңнан қорғайтын респираторды киіп қаптарды таси бастаймын. Иса менімен сөйлесе бастайды. Міне дәл осы сәтте ол менімен сөйлесе бастайды. Міне мен сіздерге қазір айтып жатқаның бәрі, міне мен сол жерде тыңдаймын. Бұл Исамен әңгімелесу кезінде бір жерде, міне ол менің жүрегіме айтады, және мен сол жерде арасында музыка жазып отырамын. Білесің бе, бұл менің картоннан жасалған. Қорабым менің қасиеттілердің қасиеттісі. Мен ояну корпоративтік билерде туылмайды деп сенемін, жалаулармен. Міне. Осы картон қораптарда 3 нұсқа бар. Неліктен Азузадағы ояну Сеймур? Басына қорап киюді тоқтатқаннан кейін бірінші нұсқа бойынша өше бастады. Екінші нұсқа бойынша олар есікке миссия, апостолдық деген брендпен тақтайша қаққан кезде. Менің ойымша олар оны дәл осылай атады. Қазір нақты есімде жоқ, бірақ олар оны дәл осылай атады. Қағып қойды осыны. То есть разные люди, ну, я это слышал от разных людей. Один сказал одну версию, другой сказал другую, третий сказал третью. А я думаю, что все 3 этих версии, они смертельны для пробуждения.
Думаю, все три фактора, они, вот для Божьего движения просто, смерть. И фактор, когда мы прибиваем себе табличку на двери: апостол, пророк, лидер пробуждения. Я думаю, когда у нас в голове такая табличка уже прибита, мы не можем дождаться пробуждения, а бежим демонстрировать себя, и поэтому долго тут места не будет. Когда мы снимаем коробку с головы, другой фактор, да, это когда Фактор иә, бұл тоқтаған кезде сыртқы дүниеден бөлінуіміз тоқтайды. Біздің бәріміз көрінеміз, көзге түсеміз. Адамдар үшін біз Құдай үшін көрінбейтін боламыз, Құдай жасырынды көреді деп жазылған. Міне сонда дін келеді. Біз жұлдызға айналамыз. Синагогадағы кафедраның құрметін, иілуді жақсы көре бастаймыз. Апостол деген ұлы есімдер қазіргі христиандардың күнәларын береді, білесіздер ме? Осы атаулардың бәрі қандай керемет. 20 ғасырда біз тағы бір тарихқа тап боламыз бәріміз. 16 ғасырда католиктерде ұшатын монах болған, оның аты. Джузеппе құжат жүзінде 150 ұшу тіркелген, ол Рим папасының алдында ұшты, оны көруге корольдер келді, жарайды ма? Ол ұшып жүрді, көпшілік оның уағыздарына жиналды, ол дұға кезінде ұшып кететін. Бірде ол ібілісті қуып шығарған адаммен бірге ұшып, оның дұғасында соқырлар көре бастады, білесің бе, ол алғаш рет келгенде. Монастырдан ақымақтығы үшін қуып жіберді. Ол кезде ол әлі ұшпайтын, ол жай ғана су оған қараған кезде келді, көрінбейді. Еңселігі де жоқ, тіпті монахта да таппайды. Оны алдымыз қуып шықты, ол қайта келді, олар оған рұқсат берді, сол жерден ат қораны таңдауға. Көңді тазалайды, қарайды, ол істеді, оны ас үйге ыдыс жууға алды. Ал сосын діни қызметкерлер және ол ұшып жүрді, сол жерде 2-3 биіктікке дейін ауада қалықтады. Бұл екінші-үшінші үйдің айғағы. Ол биіктікке көтерілді. Содан кейін діни қызметкерлер қызғаныштан ба деп ойлаймын. Олар оны осы ұшулар үшін отырғызды, қысқасы. 6 жылға 6 жыл берді олар оған. Бұл Құдайдан емес деді, бірақ неге білмеді. Құдайды да, жазуды да білмеді. Бірінші тараудағы істерді еске түсіріп. Оқып шығар еді. 9-10 өлең Иса 500 бауырдың алдында аспанға көтеріліп, бұлт оны алып кеткенін олар осы сәтті көрді. Діншіл адамдар болса, оларға бәрібір, олар үшін қауіп төндіреді дер еді. Өйткені олар ұшпады, және міне ең қызық. Бұл тарихты кімнен естігенін есінде жоқ, білесіз бе, біреуге. Мануху монахта сіз жоқсыз ба? Әлде қалай екенін қазір нақты есімде жоқ. Бұл тарихты қайда оқығанымды немесе естігенімді білмеймін. Иса пайда болды және оған осындай сұрақ қойды. Неге сен осы арқылы осылай қозғаласың? Иса оған жауап берді. Маған онымен ас үйде ыдыс жуған ұнайды, білесің бе? Оянуды осы түпнұсқалар тудырады. Олар жалған емес. Нағыз адамдар айқышқа шегеленгендер. Бұл мәсіхке ішкі сәйкестік. Ол мәсіхтің рухына 45 болуы мүмкін. Соңында айтайын дегенім, біздің проблемамыз неде екенін білесіздер ме? Негізгі мәселе. Иоанн шіркеуінің проблемасы 215-те айтылған. Музыка әлемді жақсы көрмейді. Онда Құдайға деген сүйіспеншілік жоқ. Әлемге және Құдайға деген сүйіспеншілік. Бұл мүмкін емес. Құдай мен әлем бір жүректе өмір сүрмейді. Егер осы екі нәрсені біріктіруге тырыссаңыз. Дін туады. Иоанн, білесіз бе, ол Иерусалимнен шөлге шықты. Ол шөлде өмір сүрді, бірде-бір ғажайып жасамады, бірде-бір кітап жазбады. Оның уағызы ең қарапайым әрі қысқа болды, бірақ Иса Иоаннды ұлы пайғамбар деп атады. Неге ол оны бұлай атады? Онда ештеңе болған жоқ. Жалғыз қысқа ғана сын болды. Тәубе етіңдер, патшалық жақындады. Көктегі Құдай міне қозы келе жатыр деп көрсетті. Музыка Иса оны ең ұлы пайғамбар деп атайды. Неліктен оның өзін-өзі жоққа шығаруы, өмірін Құдай жолын ояту үшін, өз миссиясын орындауға арнау үшін. Міне, Иоанн өмірін осы жолды дайындауға арнаған адам, мен өткенде. Уағыздар айтты, олар музыка қосады. Міне, бұл ояну жолы. Бірақ ол қалай өмір сүрді қайтадан? Ал мына жалған әулиелердің, оларға келген фарисейлердің.
вот этих липовых святош, там, фарисеев, которые приходили к нему, да, Сундукейлер оларды егеу құйрық тұқымы деп атады. Матайдың 3 тарауы 7 аяты. Матфея, 7 стих. Сендер егеу құйрық тұқымсыңдар, сендерге тәубе ету керек, олар осы фарисейлік киімдермен келді, ол балалар дейді. Қайда киіндіңдер, сендерге тәубе ету керек, мен осымен аяқтаймыз деп ойлаймын, кімге керек сол? Я думаю, закончим на этом. Кому надо, тот услышал. Естіді, әрі қарай мен жақында ғана жақсы бір сөз естідім, маған ұнады. Такое выражение хорошее, мне понравилось. Один такой. Ақмақ емес адам айтты, сыртқы құлақпен естиді, ішкі жанмен кімнің жаны бар, сол барлығын. Внутренний духом. Вот кто духом, тот все понял. Түсінбегендердің бәрін естігендері түсінді. Егер естімесеңіз, қайталап көріңіз. Ештеңе істей алмайсыз, жарайды, сондықтан мен. Ничего не поделаешь. Ладно, поэтому я заканчиваю. Аяқтап жатырмын, дұға етейік және сөйлесейік. Иса, сенің барлық даңқың, біздің иеміз, біздің құдайымыз. Отец, слава тебе. Иисус, вся слава тебе. Господь наш и Бог наш. Спасибо тебе. Иса, біз үшін жасаған барлық істерің үшін саған рахмет. Өзіңнің киелі рухыңды осыған төккенің үшін. Изливаешь Духа твоего святого на эту землю. Жер мүмкін бізге сенің жолыңмен жүруге күш бер, осы рухыңды қабылдау үшін. Әке, осы жалғанды қабылдамау үшін. Чтобы принять твой дух, Отец, чтобы не принять эту подделку религиозную. Діни сыртқы сәйкестік, бірақ өз рухының тереңдігінде, саған осы сәйкестікті қабылдау үшін Стефан оны қалай қабылдады? Это соответствие тебе. Как принял его Стефан. Ол сенің толық көрінісің болды. Иса, нағыз болу қиын, бұл жоғары. Иисус, трудно быть настоящим. Это высокая цена. Баға, бірақ бізге оны төлеуге күш бер, бізге өсуге күш бер. Біз мұны жасай аламыз. Дай нам вырасти, чтобы мы могли это сделать. Саған рахмет, Иса, барлық даңқ тек саған, барлық даңқ тек саған. Біз сенен шіркеу үшін сұраймыз, оны көтер және ішінде көтер. Сенің жолыңмен жүретін шынайы тірі пайғамбарлар, Раббым, олар бұл жеңіл қарапайым жолмен жүрмейді. Шайтан ұсынатын шайтан Исаға шөл далада ұсынған. Который предлагал сатана Иисусу в пустыне. Иса олар Иоанның жолын, Аннаның жолын, Стефанның жолын таңдайды. Әке, Раббым, сол адамдарға батасын бер, оларды көтер. Отец, Господь, благослови этих людей, подними их, чтобы мы их... Біз оларды көруіміз үшін, және немесе айқын кереметтер қызмет ететіндерден, жасырын түрде қызмет етпейтіндерден, барлық жалғандық сенен емес нәрсенің бәрі. Саған, Иса, және бізге бастысы өзіміз сондай жалғандықтарға айналмауға, бірақ саған сәйкес болуға. Сен бізге өзіңнің рухың туралы, өзің туралы, сенің түпнұсқан туралы қалдырған осы библиялық суретке Раббым болуға. Осы түпнұсқаға сәйкес келеді, және барлық сөздер тек саған тиесілі. Рахмет, Иса, әумин.